Алланың бір дара екендігіне ишарат ету барлық мәзһабтарда мұстахаб амалға жатады. Яғни орындасаң сауап жазылады, орындамасаң күнә емес. Кейбір адамдар мұсылманның сұқ саусағын жоғары көтеруі олардың өзара амандасуы деп түсінеді. Негізінде мұндай әрекеттің амандасумен байланысы жоқ. Мұсылмандар қол алысып амандасады, немесе «Әссалауму ғалейкум» деп ауызша сәлем береді. Егер сұқ саусақ намаз барысында көтерілсе, онда ол әттахиятты оқыған кезде Алладан басқа құдай жоқ деген Алланы бірлеу сөзінде көтеріледі. Бұл әрекет намаз оқушының ұстанатын мәзһабына байланысты жасалады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Намазда әттахият дұғасының «Илаллах», яғни тек қана Алла бар деген жерінде сұқ саусақты көтеріп, Алланың бір дара екендігін ишарат ету барлық мәзһабтарда мұстахаб амал. Яғни істесең сауап, істемесең күнә емес. Ханафи мәзһабындағы айырмашылық мынау: сұқ саусақ «Ла илаха» деген кезде көтеріліп, «Иллаллах» деген кезде түсіріледі. Сұқ саусақты көтеріп ишарат ету Алладан басқа тәңір жоқ деген мағынаны қуаттау үшін жасалады. Ал енді намазда сұқ саусақты көтеріп, оны үздіксіз қимылдату мәкрух амалға жатады. Шафиғи мәзһабының белді ғалымы имам Мухиддин ән-Науауи өзінің «Әл-Мансурат фи Юнил Масайлил Мухиммат» атты фатуа жинағында тәшәһүдте оң қолдың сұқ саусағымен ишарат ету мұстахаб амал ма? Және қай уақытта ишарат етіледі? Және саусақты үздіксіз қимылдатады ма? Жоқ әлде үздіксіз қимылдату арқылы намаз бұзылады ма? Және оң қолмен қатар сол қолдың да сұқ саусағымен ишарат жасалады ма? Егер оң қолдың сұқ саусағы жоқ болса, сол қолдың сұқ саусағымен ишарат жасауға болады ма деген сұрақтарға былай деп жауап берген. Әттахият дұғасындағы «Илаллах» сөзінде бір рет оң қолдың сұқ саусағын көтеріп, Алланың бір екендігіне ишарат жасау мұстахаб. Бірақ оны қайта-қайта қимылдатпайды. Егер үздіксіз қимылдатса, намазы бұзылмағанымен мәкрух болады. Намазы бұзылады деп те айтқандар бар. Оң қолдың сұқ саусағы бар болса да, жоқ болса да, сол қолдың сұқ саусағымен ишарат жасалмайды. Ал егер жасайтын болса, намаз бұзылмағанымен мәкрух болады. Ал Ханбали мәзһабының ғұламасы Ибн Қудама өзінің «Әл-Муғни» атты мәшһүр кітабында былай дейді: тәшәһүдта «Илаллах» деп Алланы айтқан кезде сұқ саусақты көтеріп, Алланың бір екендігіне ишарат жасайды. Өйткені Абдуллах ибн Зубайрдан Алла елшісінің саусағымен ишарат қана жасайтыны және оны үздіксіз қимылдатпайтындығы риуаят етілген.